Ата салтым, асыл мұрам, ардағым, бабалардың жалғастырар арманын, сан ғасырда қалпын бұзбас қадірім, өткенімді бүгін менен жалғадым. Салтымызда бала тәрбиесіне қатысты ырымдар мен кәделер өте көп. Солардың бірі баланы қырқынан шығару. Дүние есігін ашқан нәрестеге 40 күн толғанда, өсіп өнген отбасының көрегенді анасын шақыртып, 40-нан шығарады. 40 күн ішінде сәбидің денесі ширап, көз тоқтатады. Әр құбылысты, дыбысты ажырата бастайды. Ыдысқа жылы су құйылып, адалдық пен пәктіктің белгісі ретінде күмістен жасалған бұйымдар салынады. Перзентіміз өскенде малды болсын деп, қойдың асықтарын жинайды. Күнің күмістей жарқырап тұрсын, 30 омыртқаң жылдам пекісін, 40 қабырғаң тез қатайсын деген тілектер айтып отырып, сәбидің басынан бастап 40 қасық су құяды. Көңілің мен пейілің сүттей таза ақ болсын деп ырымдан сүт қосады. Шомылдырып болған соң нәрестенің қарын шашы мен тырнағын алады. Тырнағын адам аяғы баспайтын жерге көміп, қарын шашын ақ матаға салып орап қояды. Суға салған күміс бұйымдарды сәбиді 40-нан шығарып жатқанда жақсы тілектермен тілеулес болған ауыл келіндеріне үлестіріп береді. 40-нан шығып, бұғанасы қатайған баланың алғаш киген ит көйлегін көптен бері құрсақ көтермей жүрген келіндерге шығысты болсын деген ниетпен ырымдап беріледі.